Ассалаумағалейкум, тракторист жігіттер, ағалар, бауырлар. Қал ахуалдарыңыз жақсы ма, аман есенсіздер ма? Еш болашаға, денсаулық, бәрі аман есен ба? Аман есен болсын. Мына бүгінгі тәуелсіздік мерекесі баршамызға құтты болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз мәңгілік болсын жігіттер, ағалар. Істеріңізге береке, отбасыларыңызға амандық болсын. Так, бізде бүгін стартер жайлы бір сәл-пәл әңгіме болады. Ол, в общем, мына өзіне тұрған қытайский стартер. Енді мына оригинал ма, Қытай оригинал ма, в общем, кішкене жақсысына тап болдым ғой тәлейімізге қарай. Мына стартер өтірік айтпасам бір 5 жыл ма, 5-6 жыл қызмет етті ғой мынау. Бір рет нөрі несін ауыстырдым, втягивающий. Бір рет па 2 рет ауыстырдым осы втягивающий. Қалған мұны аяғын тиіскен жоқпын. Мықты стартер екен. Сонымен соңғы кездері бұл бір тиіп бір тимей чық кетіп, бірде қосылып кетеді, бірде қосылмайды. Сонда әңгіме болып жүрді. Сонымен соңғы осы 1-2 күн бұрын вообще қосылмай қойды ғой, чық кетіп былай. Прямой тигізсем де чық. Мына екеуін тигізіп әйтеуір чар етіп айланып кетеді. Сонымен бүйтіп әйтеуір амалдап оталдырып жүрдім әйтеуір, жұмыс біткенше. Сонымен сәл-пәл ыңғайланғаннан кейін құдай беріп мынандай Toyota стартер алдым. Toyota стартер деген бар екен ғой қазір. Шықты ғой. Редукторный екен бұл да тоже. Енді мына Toyota стартер былай прямой салып едім. Енді ана щиток прибордың ішінде реле бар мынандай стартердің. Бірақ сонда да не жетпей ма, или сондай болды. Қоспайды. Сонымен мына главный втягивающийдің түбіне реле қойдым ғой. Кәдімгі жай 4 контактный реле. Разгрузочный. Сон қойып едім. Қазір айбат істеп тұр ғой. Сол осына жігіттер, енді мына стартерге енді қазір білмеймін, мен қыз кезінде бәрі жақсы дегендей зың оталдырып тұр. Бір рет көрсетейін оталдырып. Қалай екен. Мына трактор бәрі не қылып тұр. Суық баған үшін бүгін оталдырмадым. Күнде қатты суық емес енді.